Қайырлы кеш, қадірлі шәкірттер, сіздермен бүгін әдеттегідей тікелей эфирде Сағынғалиев Дәурен Наурызбайұлы ұбт академиясы деп аталатын онлайн сабақ беру жүйесінде қалыптасқан дәстүрі бар орталықтың Қазақстан тарихы және дүниежүзі тарих пәндерінен онлайн курстарының авторы. Енді автор деп айтатын жалпы соңғы 4 жыл көлемінде осы жобаның Қазақстан тарихы дүниежүзі тарих пәндері бойынша өзім жүргізіп келе жатырмын. Және ұбт-ға дайындалуға арналған Қазақстан тарихы оқу-әдістемелік кітабының авторы. Енді дәл осы жерде айтқан кезде бұрын Қазақстан тарихы әлі шыға қойған жоқ, әлі шықпады деуші едік, енді ол кітап шықты, шүкір. Кері байланыс ретінде жалпы болып жатқан қандай да бір өзіміздегі жаңалықтармен ВКонтакте желісінде де, Инстаграм желісінде де үнемі белсенді бөлісіп отырамыз, әрине оқу процесіне қатысты. Сондықтан бұл жерде жаңалықтардан хабардар болып отырамыз десеңіздер, парақша мінекей. Ал енді бүгін бізбен сіздің негізгі мақсат қосып отқан себебіміз бұл әрине бір нұсқа талдайық, шеберлік сабағын өткізейік деген ниетпен өздеріңізбен бас қосып отырмыз. Сол себептен осы жерде талдау жұмысын жүргізейік деп шештім. Енді Нұрбол Батыр дауыстың қатты болған жақсы ғой, тым аз болғаннан көрі. Иә, тым жақсы болды деп енді тфәй деп қойыңдар, әйтпесе қазір сол дауысқа мұқтаж болып қалып жүрмек құдай-ау. Енді алғашқы нәрсемізден бастайық, балалар. Енді бұл жерде біз өзімізді таныстырып немесе жарнама жасау мақсатында бас қосып отқан жоқпыз. Бүгінгі біздің бас қосып отқан дүниеміз бұл шеберлік сабағы. Сондықтан біз осы бағыттағы алғашқы жұмысымызды бастайық. Ең танымал сұрақтан бастайық. Финике атауы шыққан финеху сөзінің мағынасы. Бұл жерде енді чатқа жазудың қажеттілігі жоқ, балалар. Себебі біз білім тексеріп жатқан жоқпыз, немесе бір-бірімізді тексеру үшін отқан жоқпыз ғой. Сол себептен бұл жерде тек тәжірибемен бөлісіп өтейік. Финикия мемлекеті, жалпы Финикия, Палестина деген мемлекеттердің тарихын сіздер 6 сыныптың оқулығынан өте жақсы білесіздер. Және бұл мемлекетті қарастырған кезде кеме жасаушы деген сөз өздеріңізге өте жақсы таныс болу керек. Бұл жалпы өздеріңіз жақсы білетін дүние. Біз бұл тақырыпты онлайн курс барысында да балалар өздеріңізбен қарастырдық, және қарастырған кезде жай ғана қарастырып қойған жоқпыз. Дәл осылай қарастырдық. Яғни Финикия, Палестина мемлекетін қарастырған кезде фенеху дейтін сөздің мағынасы қазақша аударған кезде кеме жасаушы деген мағынаны білдіреді деп атап өткен болатынбыз. Сондықтан, егер қаңтар айында дәл осы сұраққа қандай да бір оқушымыз куә болған болса, олар бұл сұраққа еш қиналмастан жауап берді деп ойлаймын. Сонымен біздің алғашқы жауап нұсқамыз фенеху деген кеме жасаушы дейтін мағынаны білдіреді. Енді бұлардың тағы бір үлкен ерлігі бар ғой, финикиялықтардың өздеріңіз жақсы білетін. Бұл әлгі Африка құрлығын тұңғыш айналып шықты деген. Кеме жасаудың соншалықты мықты шеберлері болған, және әлгі Египет билеушісі Нехоның бұйрығымен финикиялықтар 3 жыл жүріп Африка құрлығын айналып шықты, және бұл адамзат тарихындағы ең алғашқы теңіз жорығы болды деген. Енді бұл тұрғыдан ең алғашқы теңіз жорығы ретінде финикиялықтардың жасаған саяхаты өздеріңізге кеңінен таныс деп ойлаймын. Және біз енді Финикия мемлекетін тек қана сонымен ғана шектеп қоймаймыз. Жалпы бұл мемлекет қайда орналасқан деген нәрсені де географиялық тұрғыдан баға беріп өтуіміз керек. Өздеріңіз білетіндей, Финикия және Палестина деп аталатын мемлекеттер жерорта теңіздің шығыс жағалауын алып жатыр деген. Енді қаңтар айындағы тест нұсқаларымен жұмыстану барысында сіздер байқаған шығарсыздар. Өзі мынандай бір дүние бар, иә? Сұраққа қарайсың, тым қарапайым сияқты. Жауабына қарайсың, сәл ойландырады. Бұл жерде енді жауап нұсқаларының өте жақсы құрастырылғандығын мен бірден атап өткім келеді. Ал сұрақты қараған кезде бір қарағанда тым қарапайым болып қалады. Бірақ соның өзі де кейде күрделендіріп жатады. Менің бұл пікіріммен өздеріңіз келісетін шығарсыздар. Қаңтардағы ұбт-ны тапсырған түлек ретінде бір қарап қалған кезде кәдімгі сөйлемнің өзің оқыған сөйлемді көріп куә болғандай сезімде боласың, ал бірақ балға келген кезде кейде біз қалағандай нәтиже болмай жатады. Бірақ енді мына кешегі қаңтарда болған тесттің деңгейі баланың білім деңгейін шын анықтауға үлкен мүмкіндік берді. Оған енді бізбен сіз бірге куә болдық қой. Сонымен жерорта теңіздің шығыс жағалауында деген сұрақ қаңтар айындағы ұбт-да ол да болды, бірақ бұл енді тек қана қаңтар айындағы ұбт-да емес, жалпы бұған дейінгі ұбт-ларда бұл сұрақ болды. Бұған дейінгі деп отқаным, енді біз әр уақытта өткен ұбт-ға тәжірибе жасап отырмыз ғой. Сондықтан жерорта теңіздің шығыс жағалауында орналасқан мемлекеттер қай мемлекеттер десек, біз Финикия және Палестина мемлекеттері дейміз. Енді өздеріңізге бір сұрақ ретінде қойып өтейін. Анау Палестинаның оңтүстігіне қарай кесіп өтетін Иордан дейтін өзен бар ғой, сол қай теңізге құятын еді? Бір теңізге құяды дейді. Дұрыс айтасыздар. Мына жерде жауап беріп отыр, чатта өлі теңізге құяды деген. Мысалы, осындай ұсақ дүниелерге де кейде мән бермей жатамыз. Міне 3 оқушы бірдей пікірін білдіріп жатыр. Өлі теңізге барып құяды деген. Осындай сұрақтардың қадам мұқият болыңыздар. Ал енді екінші нәрсеміз, орта ғасырлардағы Франция король иелігінің атауы. Енді бұл ретте сіздерге тіпті бұл сұрақ күрделілік туындатпау керек, әсіресе доменге қатысты айтып отырмыз. Король иелігі домен деп аталғандығы туралы түсінік өздеріңізге кеңінен таныс болу керек. Қалғандарын тіпті талқылаудың да қажеттілігі жоқ шығар, өйткені жер иелігіне қатты жақындай бермейді. Үшінші сұрағымыз енді өзіміздің сүйікті сұрағымыз десек те болады. 15 ғасырдағы Африка жағалауындағы әулие Елена дейтін аралда ашқан португалдық саяхатшы деген.
біз енді әрине Васко да Гаманың есіміне қатысты жұмыстанып отырмыз. Бұл ретте кезіндегі орындалмай қалған Христофер Колумбтың арманы жүзеге асты десек те болатын шығар. Өйткені Үндістанды ашқан саяхатшы кім деген кезде біз Васко да Гаманың есімін қамтып жүрміз, білесіздер. Ал бір кездері сол Христофер Колумбтың да өзінің негізгі мақсаты сол болған, әлгі Үндістанды ашамын деген, батысқа қарай жол жүремін деген ниеті болған еді ғой. Ал бірақ ол арманы толықтай жүзеге асқан жоқ. Ал бірақ есесіне оның орнын толтырған 15 ғасырдағы португалдық танымал саяхатшымыз кім деген кезде Васко да Гама дейміз. Және әрине біз әр уақытта қолданатын өзіміздің стиліміз бар. Сұрақты қарастырған кезде оның құр ғана жауап нұсқасына мән бермеу керек. Одан бөлек жалпы сұрақтың берілуіне де назар аударуымыз керек деп. Ендеше әулие Елена дейтін аралда ашуына да мұқият назар аударуымыз керек. Васко да Гама ашқан арал қалай аталады десек, әулие Елена деген. Бұған да назар аударайық. Ал енді төртінші дүниеміз. 17 ғасыр, өздеріңіз білесіздер, ағылшын тарихы үшін 17 ғасырдың үлкен бір маңыздылығы да бар. Қай тұрғыдан десеңіздер, мынау ағылшындарда азамат соғысының болған уақыты. Енді жылына қатысты мәселе әр жерде әртүрлі жазылып жүр, бірақ кейінгі уақытта бұл елдегі азамат соғысы қай жылдары болды десек, біз өздеріңіз байқап жүрген шығарсыздар, 1642 жылдан бастап 1645 жылға дейінгі аралықты қамтып жүрміз. Соның ішінде балалар, 1645 жылы Оливер Кромвель мен корольдің армиясы қай жерде қақтығысқа түсті? Екеуінің бір қақтығысқа түскен жері бар дейді ғой. Дұрыс айтасыздар, бәрекелді, өте орынды атап өттіңіздер. Нейсби деген елді мекеннің түбінде король мен Оливер Кромвельдің армиясы қақтығысқа түскен болатын, және бұл жерде кім жеңіске жеткендігі өздеріңізге тіпті де белгілі болып тұрған шығар. Әрине бұл жерде Оливер Кромвель жеңіске жетті. Енді сұрақты дәл осылай талқылауымыздың себебі де көріп тұрған шығарсыздар. Англиядағы азамат соғысы барысында жаңа үлгідегі армияны жасақтаған кім деген сауалға қатысты жауап іздеу болып отыр. Бұл ретте әрине біз Оливер Кромвельдің есімін атап өтеміз. Және өздеріңіз жақсы білетін мәлімет, Оливер Кромвель бұл жаңағы корольге қарсы шыққан азамат соғысындағы қарсы тарапты басқарған азаматтардың бірі. Енді Оливер Кромвельге қатысты тағы да бір дүниені атап өтуге болады, балалар. Нейсби елді мекенінен бөлек қосымша айтатынымыз, бұл билеушінің өзі билік еткен кезеңде үлкен бір өзгерістер жасағандығын атап өткім келеді. Енді өзгеріс қай тұрғыдан дейтін болсақ, біз оған да мән беріп өтейік. Бірінші кезекте оның жасап отқан ең ірі өзгерісі оның лорд протектор дәрежесіне көтерілуі, балалар. Енді бұл мәселеде өздеріңізге өте жақсы таныс болу керек. Әсіресе біз айтып отқан Оливер Кромвельдің лорд протектор дәрежесіне көтерілуіне қатысты айтып отырмын, балалар. Ол ретте өздеріңіз жақсы білетін бір негізгі мәлімет, 1654 жылдың ақпан айына қатысты мен дерек ұсынып отырмын. 1654 жылдың ақпан айында Вестминстер деген сарайда ол ресми түрде Ағылшын Республикасының өмірлік лорд протекторы деген лауазымды иеленіп, елдегі ең үлкен саяси билікке қол жеткізгендігін атап өткім келеді. Бұл ретте енді саяси билік қай жағынан? Заң шығару қызметі де оған үлкен белсенділікпен берілді. Одан бөлек жалпы елді басқару ісі Оливер Кромвельге жүктелді деген. 5-ші сұрағымызға аялдайық. 5-ші сұрақ бізде ағылшын жазушысы Чарльз Диккенстің есімімен байланысты. Бұл ретте енді танымал жауап нұсқасы ретінде біз Домби мен ұлыны қосып өткіміз келеді. Бірақ әрине өздеріңіз жақсы білетін дүние, оның шығармашылығы тек қана Домби мен ұлы деген дүниемен шектелмейді. Тағы да қандай Чарльз Диккенстің туындыларын бұл қатарға қосар едіңіздер? Өздеріңіз тараптан. Чарльз Диккенстің шығармашылығымен байланыстыра отырып. Иә, енді сіздердің тараптан берілген жауап нұсқаларын мен қазір көріп отырмын, бірақ бұл ретте біз Чарльз Диккенстің шығармасын айтқан кезде сол суық үйіміз, ең бастысы, сосын қилы кезең. Міне, 3 бірдей жауап нұсқасында дұрыс көрсетіп отырсыздар, ол қуантатын жағдай. Бұл ретте енді Диккенстің шығармашылығында 3 ірі дүниені айтып отырмыз. Енді бұл реалистік бағыттың өкілі ғой. Суық үйі бар, Домби мен ұлы бар, және қилы кезең деген. Бәрекелді, дұрыс атап өттіңіздер. Міне, әсемде Ирланда біз енді қос шәкірт дүниежүзі тарих қазанның өкілдері ғой, сондықтан бұл кісілер сұраққа өте сенімді жауап беріп отыр. Сондықтан мен өте қатты қуаныштымын, жандарым. Жарайсыңдар, әсем, Ерлан, браво. Дұрыс атап өттіңіздер, Домби мен ұлы, суық үй және қилы кезең деген. Бұл қайталап өтеміз, ағылшын жазушысы және реалистік бағыттың өкілі дедік. 6-шы сұрақ, балалар, бұл сұрақтарды өздеріңіз кезіккен кезде тіпті қуанған шығарсыздар деп ойлаймын. Цинь император Цян Лунь 1757 жылы тыйым салды деп. Байқасаңыздар, Ерлан, әсем, міне, біз бұл мәселені де курс барысында қарастырып өттік. Естеріңізде болса, біз бұл мәселеге қатысты берген бағамыз еуропалықтардың Қытайға келуіне қатаң түрде тыйым салды деп. Енді мен бұл сұрақты не себепті курс барысында қарастырдым? Өйткені
осыдан 4 жыл бұрынғы тәжірибеде ұбт-да осы сұрақ болған. Міне Таныр да оған келісетін шығар. 4 жыл бұрынғы ұбт-да осы сұрақ қамтылған. Сол себептен де мен оны сіздерге сабақ барысында атап өттім. Ендеше Цин императоры Цянлунь 1757 жылы еуропалықтардың келуіне қатаң түрде тыйым салды. Енді қатаң тыйым салуды деген мәселені астарда түсінікті шығар, өйткені бұл жерде ұстанылған негізгі саясат жабық есік саясаты ғой. Сол себептен жабық есік саясатының негізгі астары осы 1757 жылы орын алған оқиғамен байланысты. Бұрындары балалар байқайсыздар ма, біз бұл сұрақты қарастырған кезде нақты жылға мән беретін едік, 1757 деп. Міне тарихта жылдар азайтылды дегеннің мысалы да сол, бұл сұрақты кері қарай төңкеріп қойыпты. Цин императоры Цянлунь 1757 жылы қандай шешім қабылдады десе, еуропалықтардың Қытайға келуіне тыйым салды деген. Өздеріңіз білсеңіздер, біз бұл сұрақты қарастырған кезде әрине тұтастай қарастырдық. Бұл ретте жылға да мән беру керек деп қарастырған болатынбыз, есте болса. Ендеше әрине жыл мен фактіні мұқият бір-бірімен байланыстырып отыру керек. Менің негізгі мысалым түсіндіңіздер деп ойлаймын. Зере, енді бүгін сен үшін екі есе шабытты күн болатын шығар, өйткені бір жағынан өзіңе келген нұсқаны алдыңда талдап отқан кезде содан жақсы ештеңе жоқ шығар. Сондықтан бүгін өзіңе кеңінен талдауға үлкен мүмкіндік бар деп ойлаймын. Ендеше әрбір сұраққа бірлесіп талқылап мән беріп отырайық. Енді келесі фактімізге назар аударайық. Мынау жаңа сіздерге осы нұсқаны, енді бір нұсқаны әдейі қиып алдым жаңа. Себебі мынау форматтан форматқа ауыстырып, оны өзгертіп отыру да бір жұмыс қой кәдімгідей. 7-ші сұрағымыз 1900, себебі мынау өзі бір бағынбайтын дүние екен, соны әйтеуір икемдеп аударғанымыз анық көрініп тұр деп ойлаймын сіздерге. 7-ші сұрағымыз 1919 жылғы жағдаймен байланысты 18 қаңтар бітім конференциясы басталған. Қайда десе, әрине біз білетін Парижде. Біз неге Париж бітім конференциясы туралы айтып отырмыз? Өйткені Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін Францияның астанасында соғыста жеңіске жеткен мемлекеттер бас қосқан болатын. Және бұл бітім шартқа қос бірдей мемлекеттің өкілдері қатыспағандығынан сіздер өте жақсы хабардарсыздар. Әсіресе бұл шартқа Германия және кеңестік Ресей қатыспады деген. Одан бөлегенде жеңілген мемлекеттер қатыспады деп те айтсақ болады. Бірақ ең бастысы Париж бітім конференциясына шақырылмаған негізгі екі мемлекет ретінде біз Германияны және Ресейді атап өтсек болады, балалар. Мен неге Ресейді деп сенімді түрде айтып отырмын? Өйткені білетін шығарсыздар, 1919 жылы оның атауы өзгере қойған жоқ. Оны өздеріңіз де сезіп біліп отырсыздар деп ойлаймын. Ол кезде біз әлі Ресей деген атпен географиялық картада таныспыз. Енді, бұл конференцияға кім қатыспады? Германия қатыспады. Бұл конференцияға кім қатыспады? Кеңестік Ресей қатыспады. Тағы кім қатыспады? Жеңілген мемлекеттер. Жеңілген мемлекеттер кімдер деген сұраққа қатысты өздерің білесіңдер. Бұл жерде Болгария бар, бұл жерде Түркия бар, бұл жерде Австрия, Венгрия бар. Өйткені Бірінші дүниежүзілік соғыс барысындағы Германияның одақтастары төрттік одақтың құрамына кірген мемлекеттер дәл осы Германия секілді, Болгария секілді, Австрия, Венгрия сынды мемлекеттер еді. Енді бұл одақ қашан құрылды деген мәселеге қатысты 1882 жылға қатысты ең алғаш қадамдар басталғандығын білесіздер. Ол кезде үштік одақ деген атпен танымал болды 1882 жылы құрылған кезде. Және ол кезде оның құрамында Германия, Италия және Австрия, Венгрия деген мемлекеттер болған еді. Ал біртіндеп, бірақ уақыт өте келе бұл ұйымның аты төрттік одақ деп өзгертілді. Төрттік одақ деген ұғымның қалыптасуы қай жылмен байланысты, балалар? Маған соны айта қойыңыздаршы. Қай жылмен немесе қай аймен? 1915 екендігін көрдік, қай аймен байланысты? Қазан айымен байланысты. Дұрыс айтасыздар. 1915 жылдың қазан айында төрттік одақ құрылды. Нәтижесінде бұның құрамына кірген 4 мемлекетті айттық. Оның құрамында үштік одақ, төрттік одақ болып өзгеріп, құрамында Болгария, Австрия, Венгрия, Италия, Италия жоқ қой бұл жерде. Болгария, Австрия, Венгрия, Түркия және Германия кірді деген болатынбыз. Италия неге төрттік одақтың құрамына кірген жоқ? Өйткені ол Антантаның жақтасы атанып кетті. Енді Антантаның жағына өтіп сатқындық жасап кеткені қашан еді, балалар? Италияның соғыс барысында Италия бір сатқындық әрекет жасап Антантаның жағына өтіп кетті дейміз ғой. Бұл қашан орын алды? Оның Австрия-Венгрияға соғыс жариялауы. Тағы да әрине 1915 жыл және мамыр айы. Бұл жерде мамыр айына мұқият болуымыз керек. Міне оқушыларымыз жазып жатыр. 1915 жылдың мамырында Италия Австрия-Венгрияға соғыс жариялаған еді. Жақсы. Келесі 8-ші сұрағымызға кезек берейік. Кеңес одағының басшысы тың және тыңайған жерлерде егеруді бастаған кім? Өздерің білетін негізгі жауап Никита Сергеевич Хрущев. Сталиннен кейін КСР-дағы саяси билікті иеленген негізгі тұлға дәл осы Никита Сергеевич Хрущев болды. Оның тың және тыңайған жерлерде игеру деген бастамасы тек қана орталық биліктің аумағын ғана қамтып қойған жоқ, ол оқиғаның тікелей қазақ жерімен байланысты екендігін жақсы білесіздер. Әсіресе бізбен сіз қазақ тарихында қарастырып жүрген негізгі мәлімет тың және тыңайған жерлерде игеру
отандық тарих бойынша айтсақ 1954 жылы басталды. Сіздер ол мәліметтен өте жақсы хабардарсыздар. Енді ақыры осы тақырыптың жетегінде жүрміз ғой, бір сұрақты қосымша қоя кетейін. Осы Никита Сергеевич Хрущевтың тың және тыңайған жерлерді игеру деген саясатын қолдамағандығы үшін қызметінен кеткен кім еді бізде? Дұрыс айтасыздар. Жұмабай Шаяхметов. Жақсы. 9-шы сұрақ, осы сұрақ келсе екен деп тілеп жүрген шығарсыздар. Құдай мынандай сүйікті сұрақ ұбытта келген кезде бұдан сүрінетін оқушы жоқ шығар. Әсіресе кеңес әскерінің ауған жерінен шығаруына тікелей себепші болған келісімнің Женева деген. Әсіресе мен осы тақырыпты онлайн курс барысында өздеріңізге түсіндіріп жатқан кезде кеңес әскері Ауғанстанға енгізіліп шығарылды деген мәліметті қарастырып жатқан кезде басым бөліктеріңіз Женева деп жазып жататын едіңіздер. Байқайтын шығарсыздар, бұл тест тәжірибесінде өте жиі келетін сұрақтардың бірі. Ендеше кеңес әскерінің Ауғанстанға енгізілуін 1979 жылмен байланыстыратын болсақ, ал кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылуы 1989 жылмен байланысты әрине. 10-шы сұрағымыз ниет туралы декларация дейді. Әрине бұл жерде сұрақ өте қарапайым, мысалы сұрақты бұл кезде А деңгейінде келді деп қабылдауға да болатын шығар, себебі бұл дәл осылай сұрақ қамтылған кезде бізге ешқандай да қиындық туындатпайды деп ойлаймын балалар. Әрине ниет туралы декларацияның дәл осы бағыты бізге таныс әрі түсінікті. Ал бірақ біздің айтқымыз келіп отқаны бұл қай билеушінің есімімен байланысты балалар. Ұлыбританияда екендігі түсінікті. Ал қай билеушінің есімімен байланысты? Дұрыс айтасыздар. Вильсонның есімімен байланысты. Өте орынды атап өттіңіздер. Енді Вильсон есімі өздеріңізге жақсы таныс болу керек. Әсіресе ол дәл осы саясатты 1964 пен 1970 аралығында билік еткен кезде жүзеге асырды. Ал одан кейін екінші мәрте Вильсонның билікке келуі қай жылдар аралығын қамтиды? Біріншісін көрдік, ол 1964 пен 1970 аралығы. Ниет туралы декларацияны жүзеге асырған кезеңі. Дұрыс айтасыздар. Екінші бір бұл саясаттың ұтымды жүзеге асқан уақыты Вильсонның премьер-министр лауазымына қайта келуі 1974 және 1979 аралығын қамтиды. Өте орынды атап өттіңіздер. Сонымен ол кездегі саясаты баға мен кіріс саясаты деп аталды. Міне толық жауап нұсқасы енді бізде қалыптасқан секілді. Сонымен Вильсон өзі Ұлыбританияда билік басында премьер-министр лауазымында болған кезде 1964-1970 жылдар аралығында ниет туралы декларацияны жүзеге асырған болса, ал 1974 пен 1979 аралығында ол баға мен кіріс саясатын жүзеге асырды дейміз балалар. Енді әдейі осылай талқылау беріп отырмын, себебі сіздерге екі саясаттың бір-бірінен сәл-сәл болса да ерекшелігі кезең-кезеңмен түсінікті болсын деп. Міне осындай жағдайда сұрақты қабылдау өздеріңізге жеңілдей түседі. Шіркін, мына Вильсон мына кезде билік еткен кезде мына саясат жүзеге асырған, мына кезде билік еткен кезде мына бір саясатты жүзеге асырған деген сынды толық жан-жақты ақпарат қалыптасуы тиіс. 11-ші сұрақ, өздеріңе сұранып жүрген сұрақ, өзін Эхнатон деп атаған ежелгі Египеттің билеушісі Аменхотеп деген. Тіпті бұны айтқан кезде есімі Атонға ұнаған дейтін сөзді қосымша қарастырып жүруші едік. Әсіресе өзін жаңағы күн құдайының ізбасар ретінде дәріптеп жүргендердің бірі ғой. 12. Естеріңізде болса, балалар, мен сіздермен бұл сұрақты талдағам. Әсіресе 12-ші сұраққа қатысты батыс және оңтүстік славян тайпаларының негізгі шаруашылығы. Біз қай шаруашылықты айттық осы кезде? Дұрыс айтасыздар, біз бұл жерде егінді айттық. Жарайсыздар, бәрекелді. Сонымен батыс және оңтүстік славян тайпаларының негізгі шаруашылығы қандай дегенге қатысты біз айтамыз ол егін шаруашылығы деп. 13-ші сұрақ өздеріңде күтіп жүрген сұрақ деп ойлаймын. Орта ғасырлық араб жерінде қару-жарақ шығарумен аты өте танымал болған қала десе, Дамаск деген шаһарды өздеріңізбен бірге атап өттік. Бұл да таныс сұрақ. Енді бұндай деңгейдегі үлкен сілкіністі туғызбайтын сұрақтар болса, бұларға үлкен бір тоқталып жатудың қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. 14-ші сұрақ. 14-ші сұрағымыз бізде 19 ғасырда тәуелді елдерінен айырылып, өзі жартылай отарға айналған ел дейді. Енді сұрақты былай бергеннен көрі тәуелді елдерінен айырылып демей-ақ 19 ғасырда жартылай отарға айналған ел дей салса да болатын еді. Енді бұл жерде тіпті басқа кандидаттар жоқ, Қытайдан басқа кандидат көрудің де бұл жерде маңыздылығы жоқ деп ойлаймын. Әсіресе Қытайдың дәл осындай дәрежеге төмендеуіне апиын соғыстарының себепші болғандығын білесіздер. Бірінші апиын соғысы 1840-тан бастап 1842 дейінгі аралықты қамтыды десек, екінші апиын соғысы қай жылдар аралығын қамтыды? Дұрыс айтасыздар, 1856 және 1860-тың аралығы. Сонымен бұл жерде апиын соғыстардың бастамашысы болған кім екендігін сіздер өте жақсы білесіздер. Әсіресе бұл ағылшындар тарапынан жүргізілген сұрқия саясат болды және Қытайдың жартылай отар елге айналуына тікелей осы ағылшындар тарапынан жүргізілген апиын соғысының үлкен қатыстылығы бар. Біз айттық, бірінші апиын соғысы 1840 пен 42-нің аралығын қамтыса,
ағылшындардың бастамашылығымен жүзеге асқан бұл соғыс 1856-1860 жылдар аралығында екінші апиын соғысы деген атпен танымал болды. Енді сұрақ, екінші апиын соғысы кезінде Англия жеке өзі ғана бұл соғысты жүргізді ме, жоқ әлде оның қасында серігі болды ма? Серігі болса, кім болды қасында? Дұрыс айтасыздар. Енді менің тарапымнан миға шабуылдың әдістерінің өте көп екендігін білесіздер. Енді бұл да әсіресе нұсқа талдаған кезде миға шабуыл өте көп болу керек. Бұл ретте біз әрине Францияны айтамыз, балалар. Әрине француздар бұл жерде ағылшындарға өте үлкен қолдау көрсетті. Енді мына жерде қатысып жатқан шәкірттерім, бұрынғы онлайн курстан қатысу тәжірибесі бар оқушылар. Мен айттым ғой сіздерге, бұйыртса сәуірдің басында дүниежүзі тарихынан практикалық курс болады деп. Енді өздеріңіз түсініп жатқан шығарсыздар, практикалық курс қалай болатындығын. Сіздерге бағыт түсінікті деп ойлаймын. Мысалы, мынау бүгінгі өтіп жатқан мастер-класс, соның бір көрінісі деп айтуға да болатын шығар. Сондықтан мен ойлаймын, сіздер бұл бағытты қолдайсыздар деп. Себебі бұған дейінгі алған білімді еске түсіріп, қайталап, кейбір мәліметтерге жаңаша баға беруге ондай курстың қажеттілігі бар деп ойлаймын. Сол себептен де Алла нәсіп етіп, ертең енді 23 ақпан күні дүниежүзі тарихын бастаймыз ғой. Сөйтіп, менің болжамым бойынша сәуірдің басына шейін біз дүниежүзі тарих курсын аяқтаймыз. Сөйтіп, практикалық курсқа тіркелуді ашық деп жариялайтын шығармыз. Сол кезде нұсқа талдауға да үлкен мүмкіндік бар. Неге? Себебі сұрақтармен толыққанды жұмыс жасауға ондай жұмыс қажет, балалар. 15-ші сұрағымыз 1945 жыл. Бұл өздеріңізбен бірге тағы да талдаған сұрағымыз. Конрад Аденауэр ұйымдастырған партия деген кезде ХДО деп атап өткен болатынбыз. Естеріңізде ме, балалар? Біз осы сұрақты әдемілеп тұрып талдағанбыз, әсіресе Германиядағы билікте болған партияларға қатысты. Және мен ол кезде тек қана осымен ғана шектелмегенмін, естеріңізде болса. Мен Конрад Аденауэрдің жаңағы христиан демократиялық одағымен мәселенің бәрін шектеп қойған жоқпын. Естеріңізде болса, бұл тақырыпты қарастыру барысында мен тағы бір тұлғаның есіміне көңіл бөлдім. Бұл ретте Штраус. Дұрыс айтасыңдар. Бұл ретте Штраус, бұл Баварияға қатысты. Әрине, әсем, дұрыс айтасың. Бавария екендігін біліп өтсің деп ойлаймын. 1946 жылы Баварияда Штраус бастаған христиандық әлеуметтік одақ деген дүниенің негізі қаланған деп қарастырған болатынбыз. Ал осы нәрсенің заңды жалғасын жүзеге асырған, ол бізде әрине христиан демократиялық одағының үлкен бір жаңағы жақтастарының бірі де десек те болады, осы Конрад Аденауэр дедік. Бірақ сөйлемнің ішінде бір ғана ерекшелік бар. Штраустікі христиандық әлеуметтік одақ болатын болса, ал Конрад Аденауэрдікі христиандық демократиялық одақ дедік, балалар. Осы жер түсінікті ме? Екеуінде тек қана бір ғана ортаңғы бөлігінде ғана ерекшелік бар, әйтпесе екеуінің сұлбасы, макеті бір. Сонымен қайталап айтамын, 1946 жылы Баварияда Штраус христиан әлеуметтік одағы деп аталатын партияны құрды. Ал 1945 жылы Аденауэр христиан демократиялық одағының негізін қалады. Бұл жерде осы жағына мән беру керек. Яғни Конрад Аденауэрдікі демократиялық болса, ал Штраустікі әлеуметтік болған. Енді мен неге айттым, балалар, Штраустың идеяларын ары қарай жалғастырды деп. Өйткені сіздер жақсы білесіздер, Конрад Аденауэр өзі билік еткен кезеңде үлкен герман тарихында жүзеге асқан өзгерістер болды. Әсіресе германдық ғажайып, өздеріңіз оны меңзеп отқан шығарсыздар. Дәл Конрад Аденауэр билік еткен кезеңде германдық ғажайып, әсіресе экономика саласында жүзеге асты. Келісесіздер ғой, балалар? Иә? Жақсы, бәрекелді. Енді келесі сұрағымыз, 16-шы сұрағымызға шолу жасайық. Естеріңізде болса, мектеп оқулығында сіздер жақсы білесіздер, бұл мәліметтің өзі екі түрлі келтірілген, бірақ мен сіздерге былай дегем. Тестте келсе, ол 1977 мен 1979-дың аралығы деп келеді деп қарастырған болатынбыз. Естеріңізде шығар. Сонымен Кемп Дэвид келісімі 1977-79-дың аралығы. Бұл келісімге қай мемлекеттер қол қойған десе, Америка Құрама Штаттары, Израиль, Египет. Әрине, бұл ретте негізі ақш-тың оған үлкен бір қатыстылығы да жоқ, бірақ Израиль мен Египеттің арасында орын алған дүркін соғыстардың ықпалын азайту мақсатымен Америка Құрама Штаттары екі ортада бітістіруші қызметін атқарып жүр екен. 17-ші сұрақ. Ауғанстанда Мұхаммед Дауд басқарған оппозициялық ұйым қалай аталады дейді. Жауабына біз кімді қоятындығымыз өздеріңізге белгілі шығар. Ауғанстан болғаннан кейін бұл жерде әрине ұлттық клубты қарастырамыз. Бұл сұраққа да біз өз тарапымыздан баға бердік, сонымен ұлттық клуб дедік. Ауғанстанда Мұхаммед Дауд басқарған оппозициялық ұйым. 17-ші сұрақтың жауабы түсінікті ме, балалар? Мұхаммед Дауд, ұлттық клуб. Жақсы. 18 енді бұл нұсқамен жұмыстанып жатқан кезде тіпті қуантатын жағдай деуге де болатын шығар. Өйткені бұл тағы да сол бағанағы біздің мысалды көрсетіп тұр. Оливер Кромвель лорд протектор дейтін сөзімен бағана сабақ басында бекер айтқан жоқпын. Өйткені ол қайда лорд протектор болып тағайындалды деген кезде біз айтамыз, ол Англияда лорд протектор болып тағайындалды, Вестминстер сарайында деп.
енді мен бұл нұсқада бар екендігін алдын ала білген жоқпын балалар, бірақ әрине біз көрдіңіздер, мен неге ол сұрақты қамтып отырып қосымша оның лорд протектор екендігін атап өттім. Өйткені жалпы тестілеу тәжірибесінде оның лорд протектор екендігі сұралады. Енді ақиқатын айтып отырмыз ғой, мен шын айтайын, өздеріңізбен бірге талдап отырмын бұл нұсқаны, сондықтан кейбір сұрақтар маған ұнап отыр. Версаль жүйесі бойынша Франция басым жағдайға ие болған аймақ. Сұрақ өте жақсы қойылған екен, сұрақтың потенциалы өте мықты. Әсіресе Францияның Еуропа аумағында үстемдік еткендігі өте бір керемет алынған. Неге Еуропа? Өйткені бұл жерде Еуропа болғандығына тіпті догадаться етудің үлкен қиындығы да жоқ шығар, өйткені өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. Негізінен француздар әлгі Германиямен таласқа түскен өздерінің аумақтарын қайтарып алуды ойлаған еді. Сондықтан бұл жердегі негізгі мысал өздеріңізге толық түсінікті деп ойлаймын, балалар. Сосын енді әлгі Африкадағы Того мен Камерун ғой бұл жерде айтылатынымыз. Бұл жерде Того мен Камерунның мысалы тағы да түсінікті деп ойлаймын. Сол реттен де біз айтып отырмыз, Франция басым жағдайға ие болған негізгі аймақ Еуропа аймағы деп. Неге? Өйткені бұл ретте оның Эльзас пен Лотарингияны қайтарып алғандығын меңзеп отырмыз. Балалар, осы жер түсінікті ма? Эльзас пен Лотарингиямен байланыстырып отырмыз. Бірақ негізі жауап нұсқасына Африканы қоймаған дұрыс еді. Себебі мен бұл жерге қоймаста едім. Себебі Африка қанша дегенмен баланы шатыстырады. Себебі сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер ғой, әсіресе бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін француздардың үлкен басымдыққа ие болған аймағы тарының қатарына Африканы да қосуға. Бірақ енді әрине тек белгілі бір бөлшегіне ғана. Бірақ сондықтан да бәрібір де мені қолдайсыздар деп ойлаймын, бұл жерге Африканы қоюдың ешқандай да қажеттілігі жоқ, балалар. Келісесіздер деген ойда. Ал енді жалпы дұрыс жауап нұсқасына қатысты айтатын болсақ, әрине бұл жерде Еуропада француздардың күшейгендігі, Еуропада олардың ықпалға ие болғандығы бізге түсінікті деп ойлаймын. Так, енді мен ол жерде Францияның анау Саар мен Рейннің жағалауларын иеленуі дейтін жерлерде бар ғой, балалар. Сондықтан да ол нәрсені айтып отырмын. Және Эльзас пен Лотарингияның француздарға қайтарылуын да меңзей отырып, жауаптың нұсқасын міне осы бағытта қарастырып отырмыз. Бұл енді біздің осы тақырып шеңберінде атап өткен негізгі нәрсеміз. Енді бұл кезде Еуропада ықпалы тереңдеген екі мемлекет бар екендігін білесіздер. Француздың қасындағы сыңары кім еді, балалар? Әсіресе батыс Еуропада үлкен үстемдікке ие болған. Дұрыс айтасыздар, әрине бұл жерде Ұлыбритания. Жақсы. 20-шы сұрағымызға көңіл бөлейік. 20-шы сұрақ сәйкестендіру ме? Бұны да талдадық қой енді. Балалар, бірден жауабын сыза салайыншы. Бүйтіп сыза салайын. Мен В жауабын көрсеттім. Неге 4-2-5-3-1 деген? Өйткені Джон Кей дегеннің Челнокты ойлап тапқандығын сендер жақсы білулерің керек. Челнок мәселесі өздеріңізге өте жақсы таныс мәліметтердің бірі ғой. Әсіресе оның 1733 жылы жүзеге асқандығынан хабардарсыздар деп ойлаймын. Балалар, сонымен біз бірінші мынадан бастап отырмыз. Джон Кей шұғаны өңдеуге арналған ұшқыр шөлмекті немесе Челнокты ойлап тапты. Жылы 1733 дедік. Жалпы сабақ барысында да оны өздеріңізбен бірге дәл осылай атап өттік қой. Ал енді келесі неге Джеймс Харгрейвтің механикалық еру машинасын ойлап тапты деген жауап нұсқасын алып отырмын. Өйткені оның механикалық жаңағы еру машинасын ойлап табуы 1765 жылмен байланысты. Так, 5. Балташық Хейс су дөңгелегін қозғалысқа келетін еру машинасын жасады дейді. Енді бұл ретте балалар, оның жылы қай жыл еді? Біздің Балташының. Дұрыс айтасыздар. Міне оқушымыз да дұрыс жауап беріп отыр. Раушан да қосылып жатыр, бәрекелді. 1767 жылы. Сосын неге 3-ті қойдық? Енді Аркрайт өзі де жүйемен келіп тұр ғой, білесіздер. Аркрайт әсіресе 1771 жылмен өздеріңізге танымал. 1771 жылы Аркрайт еру фабрикасын ашты. Ал ең соңында біз барып Джеймс Уаттың бу машинасын айтып жүрміз. Енді ол жерде жылдар аралығы беріледі, білесіздер. Джеймс Уаттың бу машинасы туралы айтқан кезде 1774 пен 1784-тің аралығын айтып жүрміз. Балалар, жауап нұсқалары түсінікті ме? Бәрекелді. Жақсы. Енді мәтін көрейік, контекст көрейік, халықтардың араласуы дейді, бірге қарап шығайық.
Енді шын айтайын, кейде мәтіннің өзімен ішіндегі нәрсенің қатты ұйқаса бермейтін жерлері болады. Бірден сол үшін атап өтейік. Енді біріншісі, мынау көбінесе байқаған шығарсыздар, басындағы А деңгейіндегі сұрақтар мәтінмен байланысты болады. Мен уже көріп қойдым. Тілі мен мәдениеті жағынан бір-біріне жақын дербес халықтардың біртұтас ірі этносқа бірігуі жауабы консолидация деген. Балалар, байқадыңыздар ма, сіздер мына мәтіндермен әсіресе контекстпен жұмыс жасаған кезде бірінші, екінші сұрақтардың жауабы мәтіннің ішінен тауып алуға болады. Басындағы екі сұрақтан тіпті балл упускать етуге болмайды деп айтайыншы. Бұл ретте бір мен екінің жауабын табуға болады. Так, сонымен біз 21-ді қарастырдық, консолидация дедік. 22-ні көрейін. Екіншінің де жауабы тұр ғой ішінде. Бір этностың екінші бір этносты өзіне сіңіріп алуы деген ассимиляция екендігі белгілі шығар. Жаңа мен көрдім ғой оны. Көбіне саны аз халықтың өзге ірі этностың құрамына сіңіп кетуі нәтижесінде өзінің этникалық қасиетін жоюы деген. Міне тағы да ішінде тұр. Так, моңғол тілдес тайпалардың алтын орда заманында заман тұсында қыпшақтарға сіңісіп кету процесі дейді. Мәтіннің ішінде жоқ шығар, бірақ енді ассимиляциямен байланысты нәрсе ғой енді тағы да. Сіңіп кету деп мынаны екіншісін бір-бірін қайталап тұр ғой. Мәтіннің ішінде бар ма екен ол? Мәтіннің ішінде жоқ сияқты балалар, мен байқағанша, мен бұны кішкентай бір көргеннен көріп тұр, мәтіннің ішінде жоқ сияқты. Бірақ сіңіп кету дегеннен кейін ақ өздерің түсініп тұрған шығарсыңдар, ассимиляция. Келісесіздер ғой балалар? Тағы да сол. Енді бұл жерде біз әлгі ойлау сатысы бойынша, Блум таксономиясы бойынша білуден түсінуге өтіп жатырмыз ғой. Басындағысы тек қана білуге жүктелетін болса, екіншісі түсінуге барады деген сөз. Так, бұрынғы этностың тарихи жағдайлар әсерінен жаңа этносқа, мысалы эллиндіктер, византиялықтарға, византиялықтардың бір-бірінің бүгінгі гректерге айналуы, жарайды енді. Айналуы дегеннен ақ трансформация. Мәтіннің ішінде ол трансформация кездеседі ме, кездеспей ме? Меніңше кездеспейтін сияқты. Трансформациялық түсінікті бұл жердегі жағдай. Бірақ мысал жақсы екен. Так, 25 енді мысал ретінде берілген нәрсе. Әрбір ұлттың болашағының берік кепілі. Балалар, жауап нұсқасын айтып көріңіздерші. Қандай жауап нұсқасын қолданар едіңіздер? Бұл жерде әрине мәдениет сақтау. Біз енді әр қайықта мәдениет туралы әңгіме қозғаймыз ғой, сондықтан бұл ретте әрбір ұлттың болашағының берік кепілі ол өзіндік мәдениетін сақтау дейміз. Так, ары қарай кеттік енді. Ойбой, бірнеше жауапқа келіп қалыппыз ғой. 26. Шекспирдің шығармалары. Король Лирді алайық, Гамлетті алайық, Отеллоны алайық. С.Ф. Аш. 27. Осыны Ерлан Семеннен сұрадың өткенде, да, сол кезде мен дөңгелек деп 90-шы жылдар деп аласың ғой деген сұрақ қойдым, иә? Сен маған осыны бір көрсеттің ау деймін. Социалистік жүйенің дағдарысқа ұшыраған мерзімі 20-шы ғасырдың 90-шы жылдары. Әсіресе қай ұйымның шығыс Еуропада таралуымен байланыстырсақ болады? Ірі социалистік жүйенің көсемі болған бір ұйым бар ғой. Солардың мүддесін білдірген қай ұйым тарап кеткен осы кезде? Дұрыс айтасыңдар. Бұл кездегі Варшава дейтін шартты ұйым таратылған болатын. Бұл оқиғаның жүзеге асқан уақыты 20-шы ғасырдың 90-шы жылдары. Так, енді 28-імізге қарайық. 28-ді енді біз қос бірдей жауап нұсқасын үш жауап бірден ұрып жіберейік. Центуриат деп айтайық, Курия деп айтайық, сосын Триба деп айтайық. Балалар, енді бұларды талқылап жатудың қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Оның бәрі өздеріңіз жақсы білесіздер. Центуриат, Курия, Триба деген бұлардың енді жан-жақты талдадық қой бұлардың барлығын. Онда қандай мәселелер қарастырылды деген. 29 мен сіздерге үнемі айтып жүрген сұрағымның бірі ғой. Бұл жерде Әли-Хорезмидің шығармалары деген кезде күн сағаты туралы трактат, жақсы, мына жері жақсы берілген екен. Сосын астрономия кестесі. Қайта жарайды, китаптадар әл-жазар деп әйтеуір созып жатқан жоқ. Мына жерге сіздерге кішкене тілдерін қинамай-ақ қояйын деген шығар. Сіздерге әйтеуір екі өте қарапайым нұсқасы берген екен. Сондықтан бұл жерде жаңылмайсыздар деп ойлаймын. Күн сағат туралы трактат және астрономия кестесі деген екі бірдей еңбегін қарастырайық. Б және Ф нұсқаларын. Так, 30. Антуан Ватто кескіндемеші екендігін білесіңдер. 18-ші ғасырдағы. Балалар, енді Антуан Ваттоның есімі сіздерге тек қана өзі ғана қамтылып жүрген жоқ, білесіздер. Антуан Ватто бар, Онор де Фраганар бар, Буше бар. Келісесіздер ғой бұл пікірмен, танымал кескіндемешілер. Ватто, Фраганар және Буше деген өкілдер, бұлар енді
француз сарай кескіндемешісі қызметіне қараған тұлғалар, және бұлар 18 ғасырда өмір сүріп қызмет еткен. Сонымен біз ұсынған жауап нұсқасы Д H дедік. 31. Көтеріліс басшылары. Бұл ретте енді Қытайдағы қай көтеріліс көз алдымызға елестейді балалар? Бұл жерде Фан Чунды сразу танып отқан шығарсыңдар, сосын қасына Жан Сяоны қосып қойсақ болады. Бұл ретте қай көтеріліс туралы айтып отырмыз балалар? Дұрыс айтасыздар. Бұл ретте біз екі бірдей көтерілісті меңзеп отырмыз. Бұл жерде біз меңзеп отқан көтеріліс қызыл қасықтылар көтерілісі және сары орамалдылар көтерілісі. Сұрақ маған ұнады, өте жақсы. Енді біз бұны қарастырдық, балалар, көтерілісті екі бірдей көтерілісті талдадық қой сіздермен. Қызылдар мен сарыларды. Қызыл қастылар және сары орамалдылар деген. Так, 32. Батыс славяндардан шыққан халықтар. Жақсы. Енді бұл жерге поляк жетіспей тұр екен, бірақ білесіздер ғой, словактардың, чехтардың, поляктардың бұл қатарға жататындығы. Балалар түсінікті ғой бұл жер, Жақсы, батыс славян тайпалары. Енді славяндарды біз үш топқа жіктеп жүрміз ғой. Батыс славяндарымыз бар, оңтүстік славяндарымыз бар және шығыс славяндарымыз бар дегендей. Так, А ашты қарастырдық. 33. Вестфаль бітімінің Австрия үшін нәтижесі. Корольдік кеңсе мен әскери кеңес құрылды. Оны қамтуға болады. Император жеке дара билік иесіне айналды. Бұны да қамтуға болады. Хорватия мен Словения бұған Вестфальға қатысы жоқ. Милан Тоскана Австрияға берілді. Жоқ. Трансильвания Верниге бәрі бір шаруаның әңгімесі. Прагматикалық санкцияның вообще қатысы жоқ бұл жерге. Еуропалық жетекшілік рөлінен айырылды дейік. Тіпті басқа дым қалдырмаған ғой. Түгел қамтып шыққан сияқты. Балалар, жауап нұсқалары түсінікті ме 33-тің? ABG. Бұл енді бізбен сіздің қарастырған келісіміміз ғой. Бұған дейін жалпы. 34-ті көрейік. Остинді компаниялары тиесілі мемлекеттер. Енді ең негізгісінен бастайық. Ағылшындар. Бірақ ағылшындардың бұл жолдағы ең басты қарсыластары француздар. Сосын балалар кімді қосуға болады мына жерге тағы? Ағылшындар мен француздарды көрейік. Тағы біреуді қосуға болады мына жерге. Голландияны қосуға болады. Дұрыс айтасыңдар. Сонымен 17-19 ғасырларда шығыс елдердің отарлау әрекеттерін жүргізу ерекшеленген Ост-үнді компаниялар тиесілі болған мемлекеттер. Бұлардың қатарында Франция, Англия және Голландия бар. Сосын 35-ті балалар ерекше кәдімгі тебіреніспен отырып түсіндірген естеріңде ме? Балалар мына жерде шақырылған мемлекеттер деп естеріңде ме? Сабақ барысында дәл солай атап өткем. Сондықтан бұл жерде мынау шақырылған деп тұр. Сондықтан жауабына былай мән беруіміз керек деп. Енді бұл жерде Словакияны алайық. Румынияны алайық. Болгарияны алайық. Енді шығыс Еуропа елдері ғой бізге керегі негізінен. 2002 жылы НАТО-ның құрамына шақырту алған Словакия, Румыния және Болгария дейік балдар. Қалай? Бүгінгі шеберлік сабақ көңілден шықты ма? Бұлай қарасақ, бір 40 минуттық уақыттың қалай өтіп кеткендігі де сезілмей қалған секілді. Енді жалған жарнама, бір пиар үшін отқан ешкім жоқ. Біздің енді негізгі мақсат осындай бір бағытта нұсқа талдау, жұмыстану болды. Иә, сақталады. Кейін неге YouTube-қа да шығаратын шығар. Бізде сондай бір арасында әдет бар ғой. Жаңағы YouTube-қа шығаратын. Сондықтан бұйыртса шығып қалар, бірақ араға сәл-сәл уақыт салып. Ең бастысы өздеріңіз қатысып, көңіл бөліп, кейбір сұрақтарыңызға жауап алып, жұмыс істеп шықтық. Енді бұл біздің ең бір үлкен деңгейде өткізген мастер-классымыз емес, балалар. Бірақ мен бұны негізгі мақсатым сол өздеріңізбен бір жұмыстанайық, ой жинақтайық деген ниетпен, сосын жаңа форматқа сәл-сәл болса да икемделейік деген ниетпен жұмыстанып жатырмын. Егер осы дүниенің видеосы шығатын болса, мен өздеріңіздің дүниежүзі тарихтан группаларыңызға жіберіп қоямын. Жақсы ма? Мен бұл нәрсені сұраймын. Кейін шыққан кезде дүниежүзі тарих группаларыңызға өздеріңізге жіберіп қоямын. Жақсы. Қадірлі шәкірттерім, аман сау болыңыздар. Енді кезекті дүниежүзі тарих курсы бұйыртса 23 ақпан басталады. Енді бұл уақыт соңғы онлайн курс, сондықтан сұрап жатқандар болса солай айтарсыздар. Соңғы онлайн курс деп, себебі одан кейін курс өткізудің маңыздылығы да жоқ, себебі ұбт-ның уақытта жақындап қалады ғой. Аман сау болыңыздар.
Жақсы жан семіртер жылы тілектеріңізге рахмет. Бұйыртса сол курста біраздарыңызбен қайта қауышамыз. Амандықтарыңды тіледім, саулықтарыңды тіледім. Тек қана жақсы күнде жүздесуді Аллам бізге нәсіп етсін. Еңбектеріңді арттыра беріңдер, жұмыстанатын тұс бар. Бірақ байқаған шығарсыздар, біз бен сіз қандай бағытта жұмыстансақ, өздеріңіз де келісетін шығарсыздар. Сондай бағытта қаңтардағы ұбт-да да деңгей көрсетуге болатын еді. Себебі анау айтқандай бір қара бұлтты төндіретіндей сұрақ жоқ. Келісесіздер ғой? Барлығы да тек ай құдай-ау мына жерде бір тек шамалы ғана қайнамай қалғаны болмаса деп айтатындай бір әттең айлар болған шығар. Осы жерін бекер қайталамай қалыппын, осыған сәл уақытым жетпей қалыпты, мә соған аға айтқан кезде бекер мән бермей қалыппын деген бір әттеген ай тұстар болғаны болмаса, ал жалпы жақсы деңгей көрсеттіңіздер деп ойлаймын. Енді біз бұған дейінгі тестілеу тәжірибесін мұқият зерделеп отырып жұмыс жасаймыз ғой. Жақсы жандарым, аман сау болыңыздар.